Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін асқабақтан сочный манты жасаймыз. Видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап кетіңіздер. Қамырын орташа қаттылықта илеп, алдын ала дайындап қоямыз. Видеода уақыт алмас үшін асқабақ пен пиязды алдын ала 4 бұрыштап турап және тартылған етімізді қосып араластырып дайындап қойдым. Оған тұз және басқа дәмдеуіштерді қосамыз. Етіміз майсыздау болғаны үшін азғана сұйық май қостым. Енді жақсылап араластырамыз. Салмасы дайын. Келесі кезек қамыр жаямыз. Қамырды жұқалап жайып аламыз. Жайылған қамырымызды бөлектерге бөлеміз. Мен осындай 4 бұрышты етіп кесіп алдым. Салмасын салып, әдемілеп түйеміз. Түйіп дайындап болған мантыларымызды манты қазанымызға салып, бетін әдемілеп майлаймыз және 45 минут davamında пісіреміз. Міне дайын болды. Бір-біріне жабыспайды, жыртылып кетпейді, өте ерекше дәмді сочный мантылар дайын. Отбасыңызға міндетті түрде дайындап беріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздермен болған рецепттер каналы.